Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина. Бүгін біз сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан финики в шоколаде жасаймыз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ораза айында ауызашарға осы десертті ұсынсаңыздар өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға осындай кәдімгі молочный шоколад, Қазақстан шоколад аламыз. Немесе кез келген шоколад алсаңыздар болады. Алып, майдалап ыдысымызға салып алатын боламыз. Егер менің арнама жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде подписаться кнопкасын басып қойды ұмытпаңыз. Оның үстінен сары майымызды қосамыз. Қанша мөлшерде қосу керектігі видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Шоколадымызды микроволновкада 2-3 минут ертіп алатын боламыз. Сол уақыт аралығында финикимізді, яғни құрмаларымызды аламыз. Артық бөліктерін алып тастап, пышақтың көмегімен осылай кесіп, ортаңғы бөлігін ашамыз да ішіндегі дәнегін алып тастаймыз. Барлық құрмаларымызды алдын ала жуып кептіріп дайындап аламыз, содан соң барып жасаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп кесіп, дәнегін міндетті түрде алып дайындап алыңыздар. Достар, менің арнамнан көптеген оңай, тез дайын болатын рецептерді таба аласыздар, сондықтан міндетті түрде жазылып қойды ұмытпаңыз. Видео ұнаса, достарыңызбен поделиться батырмасын басып, бөлісіп қойды да ұмытпаңыздар. Барлық құрмаларымызды осылай дайындап аламыз. Енді қалауыңыз бойынша ішіне миндаль немесе жер жаңғақ, өзіңіз қалауыңыз бойынша жаңғақтарды қоссаңыз болады. Мен миндальды қостым. Осылай қосып, құрмамызды біріктіріп алатын боламыз. Қолмен қатты осылай басып жүрсеңіз жабысып қалады. Бір миндаль немесе 2 данадан қоссаңыздар да болады. Өте керемет болып шығады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп қайталап жасап шығыңыздар. Шоколадымызды микроволновкаға ерткен кезде қайта-қайта араластырып отырып ерітіп аламыз. Достар, алдағы уақытта мен сіздермен керемет тегін мастер-класстармен, оңай рецепттермен бөлісіп отырамын. Сондықтан міндетті түрде подписаться кнопкасын басып, все дегенді таңдап қойыңыз. Сол кезде жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама келіп тұратын болады. Алдын ала осылай ертіп қойған шоколадымызды аламыз. Зубочистканың, яғни тіс шұқығыштың көмегімен құрмамызды ұстап, осылай шоколадқа малып алатын боламыз. Кішкене артық шоколадты осылай ұстап тұрамыз, ағып кеткенше. Және де тарелкемізге қойып шығамыз. Қалауыңыз бойынша дәндермен, посыпкалармен сәндей берсеңіздер болады. Дәл осылай кішірек ыдысқа құйып, видеода көрсетілгендей етіп жасап шығатын боламыз. Бұл құрмалар шаймен ішкенге өте керемет дәмді болып шығады. Барлығын осылай ақырын ғана шоколадымызға малып орналастырып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша ақ шоколадты алып, дәл осылай ерітіп те қолдана беруге болады. Неше түрлі посыпкаларды қолданып, кепкен жидектерді қолданып жасай берсеңіздер болады. Ол өз фантазияларыңызға байланысты. Барлық құрмаларымыз осылай шоколадқа малып, тарелкеге бір-біріне жақындатпай орналастырып шығамыз. Дәл осылай қайталап жасап шығыңыздар. Егер дәнектермен сәндейтін болсаңыз, шоколадқа малынған күйі бірден жасап жіберіңіздер, өйткені холодильникке салып алған кезде қатып қалады, сол кезде жабысықпай қалатын болады. Қалауыңыз бойынша осылай кокоспен де сәндесеңіздер болады. Оны да шоколадқа малып, бірден жасап жіберіңіздер. Өте керемет дәмді болып шығады. Маған, отбасыма өте қатты ұнады. Неге алдын ала барлығын осылай дайындап алдық. Енді осыны тоңазытқышқа, яғни мұздатқышына 15 минутқа, жарты сағатқа қалдырамыз, шоколадымыз қатқанша. Бұдан кейін салатын тарелкемізге ақырын ғана осылай бір-біріне жақындатпай орналастырып шығатын боламыз. Сонымен біздің финики в шоколаде дайын, өте оңай жасалады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте керемет финики в шоколаде дайын, міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Мадина.